Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, мынау шаймен ішетін тәтті тоқаш. Керемет дәмді. Рас айтам, бір рет жасап көріңіз, одан кейін ылғи осылай қылып пісіретін боласыз тоқашты. Бұл кәдімгі дүкеннің слоеное тесто, дрожжевая слоеное тестодан жасалады. Ары кеткенде бір 10 минут жасауға кетті, 20 минут пісуге кетті. Сонда 30 минуттың ішінде мынауский тоқаш шықты ғой, қыздар. Ортасында кремі бар, слоеное тесто және үзім, мейіз дейді ғой. Сосын кейін мен бетіне варенье сеуіп жатырмын. Варенье жағып жатырмын да бетіне. Бұған өзі бір жұмыртқа керек, 1,5 қасық үлкен қасықпен ұн керек, ванилин керек, сүт керек 250 грамм, 60 грамм қант керек. Мынау сосын кейін жаңағы тесто слоеное, дрожжевая и мейіз, мынау варенье. Кез келген варенье жарай береді. Міне қыздар, мен қазір кремін жасап бастадым. Бір жұмыртқа, жұмыртқаның үстіне бір шым-шым тұз салып жібердім. Ванилин, салып жібердім. Одан кейін қант, 60 грамм қант салдым. 50 грамм да салсаңыз болады. Тәтті болған жақсы көрем, сондықтан мен 60 грамм салып жібердім. Енді ұн, үлкен қасықпен 1,5 қасық ұн салып жібердім қыздар мен. Тез өте оңай жасалатын крем. Мені мынаны біркелкі болғанға дейін араластырдым. Осылай. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Иә? Мінекей осындай біркелкі болған кезде сүт, 250 грамм сүт құйдым. Мендегі дүкеннің сүті. Енді оны араластырып, мынандай бір ыдысқа құйып, оны газға қоямын. Плиткаға ма, газға ма қоясыз. Бас аяғы бір 2-3 минуттың ішінде өзі не болып шыға келеді. Қою болып, крем болып шыға келеді. Тек қана үнемі араластырып отырыңыз. Ұзақ енді қайнаудың керегі жоқ, ол бір 2-3 минуттың ішінде өзі қоюланып шыға келеді. Мінекей мынандай қою болады қыздар. Мінекей осындай қоюлыққа жеткен кезде оны газдан аласыздағы суытып қоя тұрасыз. Енді бұл суығанға дейін жаңағы слоеное тесто, дрожжевая слоеное тесто қыздар. Соны мынандай жұп-жұқа етіп жаямыз. Астына ұн себеміз қыздар, әйтпесе жабысып қалады. Енді оның үстінен жайылған жаңағы қамырдың үстінен осы кремімізді жағып шығамыз осылай. Мен қалыңырақ қып жаққанды жақсы көрем, жұп-жұмсақ дәмді болады. Сырты кішкене күтірлік келеді қыздар бұл тоқаштың. Сосын кейін мынандай етіп мейізді сеуіп шығамыз. Мен осындай рулет қылып ораймыз онан кейін. Осы тоқашты жасағаннан кейін басқадай тоқаш жасамайтын боласыз. Тек осылай жасайтын боласыз. Өйткені сізге бұл қатты ұнайды. Мен рулет қылып орадым. Содан кейін пышақпен кесем десеңіз, пышақпен кесіңіз. Мен осылай жіппен кескенді дұрыс көрдім. Пышақпен кессе кішкене нетіп қалады. Омаждалып қалады. Сондықтан да мен осылай жіппен кескенді дұрыс көрдім. Пышақпен де кесе беріңіз. Кесіп алдым. Енді духовканың табағына үстіне пергамент қағазын жайдымдағы, астын кішкене майладым. Сосын кейін соның үстіне қойып шығып, бетін кішкене тегістеп, қолыммен басып шықтым. Міне бұлай қылып. Енді осыны 200 градуста 20 минутқа қойып қойдым. Жаңағы духовкамды мен алдын ала ысытып алдым қыздар. Дағы бір лайфхак. Егер мынандай банкаңыз ашылмай қойса,
аласыз да столға несін қақпағын крышкасын бір ұрып жібересіз, сол кезде варенье тез ашылады. Кез келген зат сол кезде жақсы ашылады. Сосын мінекей дайын болды менің тәтті тоқашым. Оның үстіне мен вареньені осылай жағып шықтым. Өте дәмді қыздар. Айттым ғой, сырты күтірлік, іші жұмсақ келеді. Өте дәмді. Ерекше тоқаш қыздар. Мінекей менің тоқашым дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайды қыздар. Арнамызға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Пока. Давайте, Мухаммад.